16-лық санау жүйесіне ауыстыру үшін 4 орыннан бөлеміз да, дұрыс. Так, 4 орын, яғни соңғы 0011. Мына жақта да 0011. Мына жақта 4-1 екен. Так, дәл солай жазып аламыз. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Енді дәл солай осы қай индекстардың үстінде сандар тұр, то есть бір саны тұр, сол индекстарды қосамыз. Так, мына жерден қандай сан түседі? 3. Дұрыс, мына жақтан 3 түседі, 3. мына жақтан тоже 3 түседі, мына жақтан 16. 15. 15. 15 болады. Так, 15-ті қалай аламыз 16-лық санау жүйесінде? F. F. То есть екілік санау жүйесіндегі сан, осындай санымыз 16-лық санау жүйесінде нешеге тең болады? F. F 3. 3. 3 3. Түсінікті ма? Я. Наоборот есептеген кезде қалай аламыз? 3 Ағай, 16, ау, жаңағы 3, 3, 15 деген қалай түскенін бір рет айтып жібересіз бе қайтадан? қараң. 3 3 15 па? Мына индекстарды көріп тұрсыңдар ғой. Да? Осы қай индекстің үстінде бір саны бар, сол индекстарды қосамыз. То есть мына жерде қай индекстердің үстінде бір тұр? Бірдің үстінде тұр және екінің үстінде тұр. Көрдіңдер ма? Мгм. Вот. Қай индекстің үстінде бір сан тұр, сол индекстерді қосамыз. Яғни мына индексті 2 мен 1 деген индекстерді қосамыз. 2 мен 1-ді қосқан кезде неше болады? 3 болады. Так, ал мына 15 неге 15 болып шықты? Қай индекстің үстінде бір саны тұр? Мына жерде. Барлығында. Барлығының үстінде бір сан тұр, сондықтан не істейміз? Барлық индексті қосамыз. Барлық индексті қосқан кезде неше болады? 8, 4, 2, 1. Кім еді жаңа сұраған? Тоғжан сен ба? Аха. Так, түсінікті ма? Қай индекстің үстінде бір саны бар, сол сандарды сол Иә, индекстерді рахмет. қосамыз. Так, молодец, өйстіп сұрап отырыңдар. Так, енді наоборот. Так, 3 саны үшін, 16-лық санау жүйесіндегі 3 саны үшін, екілік санау жүйесінде неше позициялық санға тең болады? То есть, неше орын болады? 4. 4. 2, 3, 4. Мына 3 үшін 1, 2, 3, 4. F үшін 1, 2, 3, 4 болады. Так, каждыдан жазып аламыз. 1, 2, 4, 8. Кстати, мына басында ғана өйстіп жазып есептеп үйреніп алсаңдар болады. А так дальше ертең ұбт-да отырған кезде уже ойша есептеп отырасыңдар. Сонда былай айтқанда просто үлкен мынандай екілік бұрынғы қорқынышты көрінетін сандар, былай айтқанда сендерге оп-оңай болып көрінеді. Бүйтіп 3-ке 4-те бөліп индекстайсыңдар ойша. Так, 8, 1, 2, 4, 8. Так, мына 3 санын алу үшін мына индекстердің қайсысын қосамыз? 1 мен 2-ні, дұрыс 2 па? мен 1. Сонда тек солардың үстіне ғана 0, 1 қойып шығамыз. Келесі 3 саны үшін. Мына екеуінің үстіне 1 қоямыз. Ау, қараң, мына f бізде неге тең болады? Бұл бізде 15-ке тең болады. Енді мына сандарды қайсыларын қолданып 15-ті ала аламыз? Әрине, барлығында. Сонда, так, мына санымызға тең болды ма? Тең болды ғой, да? 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Түсінікті ма? Я. Иә. Иә.